Енді химиялық байланыстың келесі үш түрін қарастырамыз. Ол иондық, металлық және сутектік байланыстар. Иондық байланыс деген не? Иондық байланыс ол ковалентті байланыстың шеткі түрі десек болады. Бұл нені білдіреді? Қараңыз, ковалентті байланыс тек қана бейметалдар арасында түзілген болатын. Ал иондық байланыс тек қана металдар мен бейметалдар арасында ғана түзіледі. Не үшін? Себебі олардың электр терістілігі бір-бірінен өте алыс. Мысалы, натрий мен хлорды алып көрейік. Натрий мен хлордың электр терістілігі алыс болғаны соншалықты, жай ғана электрондар хлорға жақын орналасып қана қоймай, толықтай хлорға өтіп кетеді. Демек, натрий өзінің электронын толықтай хлорға беріп жібереді. Осындай жағдайда натрийдің бір электроны азырақ болып қалады, сәйкесінше ол плюс зарядты алып кетеді. Осылай плюс зарядты алып тұрған ионды катион деп атаймыз. Ал хлорда артық электрон пайда болған соң ол минус зарядты алады. Сәйкесінше бұндай ионды біз анион деп атаймыз. Бізде екі түрлі ион пайда болады. Біреуі оң зарядталған, біреуі теріс зарядталған. Ал зарядтары әртүрлі иондар бір-біріне тартылады. Демек, осы тартылыс арқылы түзілетін байланыс осы иондық байланыс. Ол коваленттіге қарағанда сәл әлсіздеу болады, бірақ сонда да күшті байланыстарға жатады. Келесі металдық байланыс. Металдық байланыс тек қана металдарда ғана болады. Демек, металдардың өзінің ішіндегі байланыс. Ол бізде металдар катиондарынан және бос электрондардан тұратын байланыс. Оның түрі мынандай болады. Мысалы, осындай металдардың катиондары бір-бірімен қатар тізіліп жатады. Ал электрондар олардың арасында жүреді. Электрондар бір орында тұрмайды, олар үнемі қозғалыста болады, және осы катиондар арасында еркін қозғалып жүре алады. Кез келген бағытта осылай қозғала беретін электрондар жүреді. Демек, металдардың құрамындағы байланыс осындай байланысқа жатады. Келесі бізде сутектік байланыс. Сутектік байланыс тек қана сутек пен одан электр терістілігі алыс болатын элементтен тұратын заттардың арасында пайда болады. Бұны түсіну қиындау, сол үшін мысал ретінде қарастырып көрейік. Мысалы, сутек пен хлорды алып көрейік. Олар бір-бірімен байланысқан кезде ковалентті полюсты байланыс түзіледі. Мұны білесіз, иә? Және осындай жағдайда электрондар жұбы хлорға жақынырақ орналасады. Осындай бір элементке электрондар жақынырақ орналасқан кезде оларда жартылай зарядтар пайда болады. Демек, тура иондардағыдай, бірақ толықтай заряд деп атауға келмейді, тек жартылай заряд. Демек, олар әлі де ионға жатпайды, бірақ сәл де болсын зарядтары бар деген сөз. Оны біз осылай белгілейміз. Демек, бұл дельта плюс және дельта минус деген жартылай плюс заряд және жартылай минус заряд. Енді қараңыз, дәл осындай екінші молекуланы алып көрсек. Көріп тұрсыз ғой, хлорда жартылай минус заряд, сутекте жартылай плюс заряд. Осыған дейін иондар бір-біріне қарма-қарсы зарядталған иондар тартылатынын айтқанмын. Және жартылай зарядтар, олар толықтай заряд болмаса да, әлі де заряд болып табылады. Сәйкесінше олар да бір-біріне тартыла алады. Осы арқылы бізде сутектік байланыс түзіледі. Демек, осындай жартылай теріс зарядталған хлор жартылай плюс зарядталған сутекке тартылып бастайды. Осы арқылы сутектік байланыс түзіледі. Ол иондық байланысқа ұқсайды, бірақ зарядтары толық болмағандықтан одан әлсіздеу болады.